Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге ағылшын тілі бойынша күшті лайфхак айтайын. Мысалы, сіздер ағылшын тілін үйреніп жүрсіздер, бірақ сөйлесетін орта жоқ. Не істеуге болады? Соны қазір көрсетемін. Мына жерде, мысалы, сіз грамматиканы оқыдыңыз. Енді осы грамматика бойынша мына жерде мына кітапта практикасы бар, нелер бар, жаттығулар. Енді практикада қолдануымыз керек қой, яғни біз сөйлеуіміз керек. Speaking skillді дамытуымыз керек. Не істейміз? Қазір көрсетемін. Енді бағанағы тақырыпты ChatGPT-ді ашып, немесе Gemini болсын, Aim is A тақырыбы бойынша маған сөйлеу дағдысын дамыту үшін тапсырмалар бер. Қазақшадан ағылшынға аударатын тапсырмалар және тағы басқа дейміз. Міне сіздерге аударма тапсырмасын, сөйлемдерді болымсыз түрге айналдыр, сұрақ жасам, қысқа жауап бер. Енді сөйле тапсырмасы дейді, ағылшынша сұрақ қояды, соған өздеріңіз жауап беру керексіздер. Өзің туралы 10 сөйлем айт, кішкентай диалог құрастыр дейді. Енді не істейсіздер? Микрофонды басып, осы тапсырманың әрқайсысын жасап, анау тұрған көк кнопканы басасыздар. Содан кейін сіздерге ChatGPT қате болса, қателеріңізді айтады, дұрыс болса, мақтайды, өте керемет сөйлеу дағдысын дамытудың бір жолы. Ең керемет десем болады, өйткені бізде Қазақстанда шетел азаматтарын күнде көрмейміз, сондықтан қолданыңыздар.